Сәлем бердік тыңдармандар. Бүгінгі түс жору шығарылымда досыңызды көрсеңіз мұсылманша түс жоруда қалай жорылады? Досыңызды түсінде көру көптеген хабарламалар мен коннотацияларды қамтуы мүмкін. Біз бұл көріністе не болып жатқанын түсіну үшін дұрыс түсіндіруіміз керек. Егер сіз ескі досыңызды немесе жүрегіңізге жақын адамды армандайтын болсаңыз, бұл сізді байланыстыратын бауырластық пен достықты көрсетеді. Сіз жақсы және тұрақты қарым-қатынаста болуыңыз мүмкін. Бұл арман сіздің күнделікті өміріңізде, бұл досыңыздың күшті қолдауы бар екенін білдіреді. Сіз шынайы өмірде танымайтын досыңыз туралы армандаған болуыңыз мүмкін. Бұл жағдайда бұл арман сіздің тұлғаңыздың сіз әлі ашпаған белгісіз аспектілерін бейнелейді. Белгісіз дос сіздің жұмбақ және жасырын жақтарыңызды білдіруі мүмкін. Егер сіз жаңа достарды көруді армандайтын болсаңыз, бұл сіздің жаңа қарым-қатынастарыңызды құрып, достарыңыздың шеңберін кеңейткіңіз келетінін көрсетуі мүмкін. Сіз өмірде жаңа адамдармен байланысып, жаңа тәжірибе алуыңыз керек кезеңде болуыңыз мүмкін. Егер сіз оқу немесе жұмыс достары сияқты ескі достарды армандайтын болсаңыз, бұл сіз үшін әлі де құнды болатын ескі қарым-қатынастарды көрсетеді. Бұрынғы адамдармен қайта байланысуды немесе олармен болған жақсы сәттерді еске алуды асыға күткен боларсыз. Достың үйіне кіру көрінісін түсіндіру. Егер сіз досыңыздың үйіне кіруді армандайтын болсаңыз, бұл сіздің осы досыңызбен жақындасып, араларыңыздағы байланыстарды нығайтып жатқаныңызды көрсетуі мүмкін. Бұл досқа шын мәнінде қызығушылық пен қамқорлық көрсету мүмкіндігі болуы мүмкін. Әйелге достарды көруді түсіндіру. Егер сіз әйел болсаңыз және әйел достарыңызды армандайтын болсаңыз, бұл шынайы өмірде достарыңыздың қолдауы мен ынтымағын білдіруі мүмкін. Бұл арман сіздің жаныңызда тұратын және өмірдің барлық қиындықтарында сізді қолдайтын адам бар екенін білдіреді. Жақын досыңызды түсінде көру онымен жақындық пен бірлік сезімін көрсетуі мүмкін. Бұл көрініс сіздің осы адаммен берік және берік достық қарым-қатынасыңыздың және оның қолдауы мен көмегінен ләззат алатындығыңыздың көрсеткіші болуы мүмкін. Түсіңізде өзіңізге бейтаныс адамды көруіңіз мүмкін, бірақ онымен жайлы және достық сезінесіз. Бұл сіздің өміріңізде жаңа адамдармен кездесуге жақын болуыңыз мүмкін екенін және болашақта берік және ұзақ достық табатыныңызды білдіреді. Түсіңізде жаңа адамдарды көрсеңіз және олармен байланысты сезінсеңіз, бұл сіздің ашықтығыңыз бен достарыңыздың шеңберін кеңейтуге ниеттілігіңіздің дәлелі болуы мүмкін. Бұл арман сізге жаңа қарым-қатынастар орнату және әлеуметтік желіні кеңейту қажет екенін еске салуы мүмкін. Түсіңізде ескі достарыңызды, мысалы, мектептегі немесе жұмыстағы достарыңызды көруіңіз мүмкін. Бұл көрініс сіз жасырып жүрген маңызды адамдар туралы немесе олармен қарым-қатынасты қалпына келтіруді қалайтыныңызды еске салуы мүмкін. Сондай-ақ бұл сіздің өміріңізде маңызды қарым-қатынастарды сақтап, жұмыс пен қоғамдық өмірді теңестіру қажет екендігі туралы ескерту болуы мүмкін. Түсіңізде досыңыздың үйіне кіріп жатқаныңызды көрсеңіз, бұл сіздің өміріңізде қолдау, қауіпсіздік және тұрақтылық табатыныңызды білдіруі мүмкін. Мүмкін бұл арман сізде қауіпсіз орын және қиын уақытта сенуге болатын жақын адам бар екенін еске салады. Әйел өзін достарының ортасында көруі мүмкін және бұл оның достарынан көрген құрметі мен қолдауын көрсетеді. Бұл арман сіздің өміріңізде бар психологиялық күш пен оң әсердің белгісі болуы мүмкін, сондай-ақ қиыншылық кезінде сізде күшті және жан-жақты қолдау бар. Өзіңіз жақсы көретін досыңызды көру сізбен бірге болған терең достықты білдіруі мүмкін. Бұл арман сіздің араңыздағы қарым-қатынастың беріктігін және оның қарапайым достықтан тыс екенін растауы мүмкін. Егер жалғызбасты әйел түсінде өзіне құда түскен адамды бірнеше рет көрсе, бұл сізді жақындастыратын алдағы некенің белгісі болуы мүмкін. Арман бақытты болашақ пен тұрақты некелік өмірге нұсқауы мүмкін. Егер сіз түсінде жақсы көретін адамды көрсеңіз, бірақ ол сізден алыс болса, бұл армандаушы өзінің шынайы өмірінде сезінетін нақты қашықтықтың көрінісі болуы мүмкін. Бұл арман сіздердің араларыңызда жақын кездесуге деген құштарлық пен тілек білдіруі мүмкін. Армандаушы өзі жақсы көретін, бірақ түсінде оның сезіміне жауап бермеген адамды көргенде, бұл армандаушы өзінің шынайы өмірінде бастан кешіретін алаңдаушылық, қайғы-қасірет және проблемалардың түсіндірмесі болуы мүмкін. Түсінде ескі досты көру күнделікті өмірде қуаныш пен бақытты білдіреді. Бұл досты көру сізге ұнайтын адамдармен жағымды атмосфера мен жақындықтың белгісі болуы мүмкін.
Түсінде ескі досты көру ностальгия сезімін, және осы доспен қайтадан кездесуге деген үмітті көрсетуі мүмкін. Мүмкін сіз біраз уақытқа жолдарыңызды бөліп, онымен жаңа байланыс тапқыңыз келетін шығар. Түсінде ескі досты көру сіздің сезімдеріңізді адал және ашық білдіргіңіз келетінін де білдіреді. Мүмкін сізде шығу керек нәрселер бар, және сізді тыңдайтын жақын адам жоқ шығар. Ескі досыңызды түсінде көру сіздің өткеніңізді зерттеп, тамырыңызға қосылудың маңыздылығы туралы сигнал береді. Сіз өзіңіздің естеліктеріңізді қайта тірілтіп, өткен өміріңіздің бір бөлігі болған адамдармен байланысуды қалауыңыз мүмкін. Бұл арман сіздің ағымдағы сапарыңызда сізді жігерлендіретін және қолдайтын біреудің болуында білдіруі мүмкін. Ескі досты көру сіздің өміріңізде маңызды адам тарапынан күшті қолдау бар екенін көрсетеді. Ескі мектептегі досыңызды шынымен бақытты көруді, армандау ескі достарыңызды және осы досыңызбен өткізген өткен уақытыңызды көрсетуі мүмкін. Бұл арман сіздің өміріңіздегі тұрақты достықтың маңыздылығы мен құндылығын еске түсіруі мүмкін. Сағыныш пен сағыныш. Ескі мектептегі досыңызды көру сіздің өткен уақыттарды және сіз берік қарым-қатынаста болған адамдарға деген сағынышыңызды білдіруі мүмкін. Бұл арман сізді досыңызбен өткен бақытты естеліктер мен уақыттарды ностальгияға айналдыруы мүмкін. Ескі мектептегі досыңызды көру жеке дамудың бір кезеңін де көрсете алады. Ескі мектептегі досыңызды көру сіздің қазіргі өміріңізде қолдау мен қолдауға мұқтаж екеніңізді көрсетуі мүмкін. Бұл арман сізге қолдау көрсететін және сіздің проблемаларыңыз бен қиындықтарыңызда жағыңызда болатын біреу қажет екенін білдіруі мүмкін. Ескі мектептегі досыңызды көру туралы армандау сіздің өткенге оралғыңыз келетінін және сол жақсы уақыттарды қайталағыңыз келетінін көрсетуі мүмкін. Сіз өткен күндерді сағынышпен сезініп, осы досыңызбен бөліскен кейбір оқиғалар мен сәттерді қайталағыңыз келуі мүмкін. Түсінде достардың күліп жатқанын көру сіздің ояу өміріңізде сезінетін шынайы қуаныш пен бақытты көрсетуі мүмкін. Түсімізде достарымыздың күліп жатқанын көргенде, бұл біздің ішкі бақытымызды және бізде бар әлеуметтік қарым-қатынастарға қанағаттануды көрсетуі мүмкін. Бұл арман сонымен қатар жайлылық пен достармен уақытты өткізуді білдіреді. Бұл достарыңызбен бірге болған кездегі релаксация мен жайлылық сезімін білдіруі мүмкін. Сіз олардан қолдау мен түсіністік таба аласыз және өзіңізді бақытты және жайлы сезінетін қуанышты сәттерге ие бола аласыз. Бұл арман сіздің позитивті және сүйіспеншілікке толы ортада өмір сүретініңізді де көрсетуі мүмкін. Бұл сіздің айналаңыздағы адамдармен салауатты және жағымды қарым-қатынаста екеніңізді білдіреді. Түсінде достардың күліп жатқанын көру сізді қоршаған жағымды энергия мен қуанышты атмосфераны көрсетеді. Бұл сізді бақытты және қанағаттанарлық сезінуге көмектеседі. Ибн Сириннің түсіндірмесінде достарының күліп жатқанын көрген түс көрушінің бақыты мен сәттілікті білдіруі мүмкін. Егер сіз досыңыздың күліп жатқанын армандайтын болсаңыз, және оның жағдайы жақсы болса, бұл сізге жақын арада жақсы және қуанышты жаңалық келетінін білдіруі мүмкін және бұл жаңалық досыңыз, немесе жақын адамыңыз туралы болуы мүмкін. Осымен бүгінгі түс шору шығарылым аяқталды. Каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Келесі түс шору шығарылымдарда кездескенше. Ибн Сириннің түсіндірмесінде достарының күліп жатқанын көрген түс көрушінің бақыты мен сәттілікті білдіруі мүмкін. Егер сіз досыңыздың күліп жатқанын армандайтын болсаңыз, және оның жағдайы жақсы болса, бұл сізге жақын арада жақсы және қуанышты жаңалық келетінін білдіруі мүмкін және бұл жаңалық досыңыз, немесе жақын адамыңыз туралы болуы мүмкін. Осымен бүгінгі түс шору шығарылым аяқталды. Каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Келесі түс шору шығарылымдарда кездескенше.